Арман керек адамға. Тулин Көзқағау. Бұл Синан Мырзаға берілген марапат. Кітабымызда осы марапаттың тарихын баяндаймыз. Әли Синан Мырза бір кездері бала болған. Оны барлығы Синан деп атайтын. Мысалы, кешкі ас ішіп болғаннан кейін анасы оған: "Синан, ұйықтайтын уақыт болды" деп айқайлайтын. Синан жарайды деп жауап бергенімен орнынан қозғалмайтын. Анасы бөлмеге кірген уақытта сурет салып отырған баласын көріп: "Сурет салатын уақыт па қазір? Тезірек тісіңді тазала да ұйықта" дейтін. Синан да амалдың жоғынан керуетке қарай бет алатын. Ұйқысынан ояна салысымен Синан тағы да сурет дәптерін қолына ала бергенде әкесі келіп: "Қазір сурет салатын уақыт емес. Таңғы асыңды іш, әйтпесе мектепке кешігесің" деп сөмкесін қолына ұстады. Синан да жүгіріп қызметтік көлікке мінді. Сабақ үстінде сурет салып отырған Синанды көрген мұғалім: "Сурет салуға бар ықыласыңды ауып, сабақты мүлде тыңдамайсың" деп ұрысқанда ояуларын ысырып қойып, назарын тақтаға бұратын. Синан үзілісте де сурет салғысы келетін, бірақ достары: "Сурет салатын уақытты тапқан екенсің. Тезірек келмесен, қақпашысыз қаламыз" деп ашуланатын. Мұндайда қақпаға барып, екі көзімен допты аңдағаннан басқа амалы қалмайды. Кей кездері базарға, кейде саяхатқа шығатын болғандықтан сурет салуға уақыты болмайтын. Әпкесімен қыдырып кететіндіктен де, не жездесі келетіндіктен де сурет салуға уақыты жоқ еді. Әрине, қосымша тапсырмалар, сынақтар мен жарыстар үшін Синан қазір сурет салатын уақыт емес дегенді жиі естиді. Күн артынан күн, ай артынан ай өтіп жатты. Жылдар да ақырын жылжи берді. Синан ер жетті. Алыстағы қалаға оқуға кетті. Енді оны барлығы Әли Синан деп атайтын болды. Жаңа адамдармен танысып, бір-бірінен жаңа дүниелер үйреніп, жаны қалай қаласа солай өмір сүрді. Кей кездері қолына қылқаламын алып сурет салғысы келетін. Бірақ бұл жолы да сүйіктісі: "Менімен киноға бармадың, оның орнына сурет саласың ба" деп өкпелейтін. Осылайша уақыт өте берді. Әли Синан оқуды аяқтап, бір жұмысқа орналасты. Енді оны барлығы Әли Синан Мырза деп шақырады. Өзінің жұмыс үстелі, қалам қарындаштары да және атқаратын тиіс көп жұмысы да болды. Жиналыстарда қағаздың бұрышына кішкентай сурет салып отырғанын көріп бастығы: "Жиналыста сурет салып отырғаның не?" деп сөйлейтін еді. Біраз жылдар өткеннен кейін Әли Синан Мырза үйленді. Көп ұзамай балалы болды. Бұл өте қуанышты жаңалық еді. Бірде сәбиге керек заттарды сатып алу үшін дүкен аралап жүріп, түрлі түсті бояулар мен қағаздарды көріп қалғанды. Әйелі: "Баламыздың жағдайын жасауымыз керек, сурет салатын бос уақытын болады деп ойламаймын" деді. Ай артынан ай өтті. Әли Синан Мырза жақсы әке болу үшін таң демей, кеш демей жұмыстан бас алмайды. Жұмысында да, үйінде де қолы еш босамайды. Күндер, айлар, жылдар бойы үзіліссіз жұмыс істеді. Күн сайын Әли Синан Мырза жұмысын бастамас бұрын бір шыны шай алып, газет оқиды. Бір күні әдеттегідей газет беттерін парақтап отырып, бір хабарламаны көзі шалды. "Армандар орындалады. Атты суретшілер жарысы соңғы күн. Жеңімпаз арнайы медалмен марапатталады." Жұмыстан ерте шығып базарға барды. Сурет салу үшін керекті бояу, қылқалам, кенеп, тезірек қажет заттарын сатып алып, үйге қарай асықты. Үйге келген соң бояулар мен кенепті дайындап, сурет салайын деп жатқанда баласы мектептен келді де: "Алақай, әкем бүгін жұмыстан ерте келіпті. Кәне, бірге доп ойнайық, кино көрейік, тәтті нан пісіріп сурет салайық" деп әбден мазасын алды. Әли Синан Мырза кешке дейін суретті салып бітіруі тиіс болатын. Сондықтан баласына еш ойланбастан: "Қазір ойнайтын уақыт емес" деді. Бірақ баласының өкпелі жүзін көріп, өзінің балалық шағын есіне түсірді. Базардан сатып алған бояулар,
қылқалам мен кенепті жинады да, жүр, сенің бөлмеңе барып, бірге сурет салайық деді. Әкесі мен баласы күліп ойнап бірге сурет салуды бастап кетті. Ең қызықты сәтке келгенде әйелі, қазір сурет салатын уақыт емес, тамақтануға келіңдер деді. Бірақ олар бұл шақыруға мән бермей, қарындары ашса да сурет салуды жалғастыра берді. Шаршағандары сонша екеуі де кілемнің үстінде ұйықтап қалыпты. Таң атқан соң көзін әрең ашып, ас үйге келген ұлы үстелге қарама қарсы тұрған бос кенепті көрді де, әке, мынау не деп сұрады. Таңертең салған суретім. Кеше аяқтағанда жарысқа қатысар едім. Бірақ мұнда ешқандай сурет жоқ қой, деді баласы. Жоқ, қателесесің. Бұл кенепте өзіндік тарихы бар сурет салынған. Жарайды, бірақ кенеп аппақ. Дегені сол еді, Алисинан мырза шайын ысырып қойып, суреттің оқиғасын түсіндіре бастады. Ертеде сурет салғанды қатты ұнататын бір бала болыпты. Сурет салу үшін қолына қағаз, қалам алған уақытта бір жұмысы кедергі болып, кенеп бос қалады екен. Мына сурет сияқты ма? Деді ұлы қызыға. Иә, деді Алисинан мырза. Бұл жерде сол бананың қанша жыл бойы сала алмаған суреттерінің бәрі бар. Оқиғаны тыңдап болған ұлы, әке, бұл суреттің аянышты, бірақ өте әдемі. Жарысқа қатысқаныңызға міндетті түрде бірінші орын алар едіңіз, деп өз бөлмесіне қарай жүгірді. Бояу қағаздарын алып іске кірісті. Алисинан мырза бөлмеге қайта кіргенінде сурет жай сурет емес, бұдан былай бір марапаты бар сурет екенін көрді.